Барлықтарыңызға қайырлы күн, дәмді ас каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен дәмі өте керемет, ерекше салаттың рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен баклажанның сыртын жуып, аршып, тазартып аламыз. Бұл салатқа қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Тазартылған баклажанды бірдей бөліктерге бөліп тураймыз. Туралған баклажанды ыдысқа салып, үстіне картоп крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Табаға май қойып қыздырып қоямыз. Май қызғанша баклажанды бір шетке қоя тұрамыз. Енді тәтті бұрышты сыртын жуып, аршып, тазартып аламыз. Ішіндегісін барлығын алып тастаймыз. Баклажанды қандай бөліктерге бөліп турадық, дәл сондай бөліктерге бөліп, тәтті бұрышты да тураймыз. Қызып тұрған майға баклажандарды салып, қызартып қуырамыз. Ыдысқа түсіріп, майы сорылғанша күтеміз. Енді майға тәтті бұрыштарды салып, 4-5 минут қуырамыз. Қайнап тұрған суға тұз салып, брокколиді сабағынан ажыратып саламыз. Қиярды тазартып, баклажанды турағандай етіп, бірдей бөліктерге бөліп тураймыз. Брокколиді суда 5 минут қана қайнатамыз. Енді оны ыдысқа түсіріп суытамыз. Салаттың тұздығын дайындаймыз. Тәтті қышқыл соусқа үкіштен өткізілген чеснокты саламыз. Лимонның соғын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ыдысқа туралған қиярды саламыз. Қуырылған тәтті бұрышты саламыз.
брокколиді саламыз. Қуырылған баклажанды саламыз. Үстіне дайын болған тұздықты құйып, жақсылап араластырамыз. Салатты ыдысқа салып, үстіне кунжут себеміз. Міне салат дайын болды. Дәмі сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және каналға міндетті түрде жазылып алыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.